Соткам, моя прелесть. Ой, мінекенсің ғой, моя прелесть. Бүгін Астелияның туған күн екен ғой. Мен даже оған подарок алған жоқпын. Ё-моё. Окей, Google, қалайсың? Здравствуйте. Ой, зачем так официально? Ладно, чё, өзің қалайсың? Ой, жақсы. Короче, мен бүгін подружкамның туған күні, бірақ мен подарок алған жоқпын. Чё посоветуешь? Подари золотые украшения. Ой, ондай маған близкий подружка емес. Подари свою старую кофточку. Жоқ, оны бере алмаймын. Стыдно дарить? Жоқ, просто маған жалко оған беруге. Может, подаришь ей сертификат в парфюмерию на 10 тысяч тенге? А сколько он стоит? 10 тысяч тенге. Ой, это слишком дорого. А сколько у тебя есть? 3000 теңгем бар. Ой, тогда я тебе не смогу помочь. Пока. Подожди, комментируй, пожалуйста, не вот солнце, блин. Лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Мне настоящий подруга мен сияқты болу керек. Күшті подарок. Зато мен оны инстаграмға салдым, менде ода 10 000 подписчик, 20 000 лайк, 32 комментарий болады. Ой, мына екенсің ғой, жаным. Окей, Google. Короче, мен бүгін туған күнге баруым керек, и мен самый әдемі болуым керек. Не кисем болады? Надень спортивку. В смысле спортивка? Айтып тұрмын ғой, самый әдемі болуым керек деп, қызықсың. Если ты одна будешь в караоке, то у тебя все получится. Не, серьезно. Короче, мен күшті киініп баруым керек та, чтобы жігіттердің жүрегі дүң деп соғатындай. Надень костюм полицейского. Короче, я сегодня полжок, я тебя выключаю. Ладно, возьми у Айки черные туфли, у Асели новое платье, а Айдана сделает тебе мейкап. У нее вкус нифиговый. Точно! Да! Біз бүгін караокеға барамыз ғой. Мен даусым күшті, мен оны өзім білем. Бірақ все же, давай мен саған өлең айтып беремін, ты меня оценишь, хорошо? Хоп! Героина! Хоп-хоп! Героина! Хоп! Героина! Хоп-хоп! 20 баллов. В смысле 20 баллов? Ты чё? Вообще, сен вообще бір ғой, караоке сен толқын жоқ. Сен вообще даже слухында жоқ. Как ты смеешь меня оценивать, блин? 20 баллов. 100 баллов. Умница. Короче, ладно, мен білем, мне даусым күшті екенін, можешь не оценивать. Не ғой, кім апарцет мені неге, клубқа? По твоему запросу найдено 37 контактов. Айбек БМВ, Сабит Lexus, Quad Range Rover, Олег Subaru. Давай Дархан келін вагинға сонда. Дархан. Құрметті достар, бүгін біз сіздермен ауылдағы ойындардың ережелерімен таныстыратын боламыз, Танча? Иә, асық ойнағанда ең басты допингтен ұсталмаған жөн, яғни қорғасын құймау керек. Бешкен. Бәсі сенен не ұтылып қала берем деймін. Әкел асықтардың бәрін қайтар, Неге асық қой? Бәрін бер, үйіндегілерін бәрін әкел. Қымбат достар, келесі спорт түрімен таныстырып өтсек, ол ережесіз жекпе-жек деп аталады. Қандай сонда? Төбелес қой кәдімгі. Ол төбелес бір адамдардың мынамен шығасың ба деген сөзден басталады. Сосын үйден на всякий пожар қатты төбелесетін кроссовка киіп шыққан дұрыс та. Өйткені братандар көшеге шықпасаң, любой время төбелестіріп жібере салуы мүмкін. На всякий пожар деп атым да енді мен. Пожар емес, пожар болды ма? Ой, сен офшоршыдан хабарың жоқ өсің ғой? Офши деген не? Мына
Тағы ауыл спорттарының ерекшелігі футбол, баскетбол, волейбол доптарының барлығын бір доппен ойнайды. Одан кейін футболда бір тобы алабажақ киінсе, бір тобы бірдей киінеді. Галек сияқты толық болсаңыз міндетті түрде қақпада тұрасыз. Ойнап жатырмын, әзілдеп. Одан кейін доп сіздікі болатын болса, жүгіре алмасаңыз да нападающийде боласыз. Футбол ойнап жүрген кезде осындай жарақат алып қалатын жағдай болсаңыз, мына жерде ұшық десеңіз, міне кетіп қалады. Ауылда суда жүзу спорт түрінен қарағанда, суда тұру спорт түрі қатты дамыған. Сонымен кеттік па? Кеттік. 1, 2, 3. Анда-санда өз қолыққа баспасаң, бұл қиындау негізінде. Ай, Галек, әкел андағы сиырдың суын. Не болды, тұлып қалдың ба не? Қақта алына суды? Сиырдың суы? Не, папам айқайлап атын ба не? Тағы да ауыл спорт түрімен таныстырсақ, ол жүгіру деп аталады. Ол жүгіру кез келген уақытта басталып кете салуы мүмкін. Мысалға былай. Ай, оңбағандар, қайсың бұл? Қашығып кет. Қаш жасаймыз, әлді кесеміз. Мама, папа, танысып қойыңыздар, ақын қыздарыңыз Нұржамал. Үйленсек ба дейміз енді сіздердің рұқсаттарыңызбен? Ақын қыз дейді. Саған сөз қайтаратын адам табылды-ау. Кет әрі. Маған сөз қайтаратын адам бұл өмірде әлі туған жоқ. О несі? Ал ақын қыз біздің үйге жақсы келдің. Тайлағыма мен келінді көп іздедім. Сорпаға банан езіп мейіз жедім. Мен не деймін, батамды бердім деймін. Игай. Ал қызым, қайдан келдің, кімсің? Өзің жайлы айт отыр. Ай, келіндерді тергеуден таймадыңыз. Биік болғайын жалла байрағыңыз. Жыр семсер айт істейтін майданымыз мен емес едім сізге қайдағы қыз. Бір жеңсем мамамды сен жеңесін деп, осында ап келді ғой тайлағыңыз ай. Мына қыздан бар ғой, көше сұрасаң басың бәле қалады. 2 сағат жырлайтын шығар. Соны айтам. Тамақ істей аласың ба? Ай, ешқандай. Тамақ істей алмайтын болды ғой. Мен ойлағам, тамақ дегенде 1 сағат жырлап сені екеуміз тоқтата алмай қиналатын шығармыз деп. Тамақ істей алмағаның қиын енді. Біздің үйде ең басты мәселе тамақ. Тамақ, және тамақ. Жарайды, тағы бір сұрақ қояйын. Сосын қарағым өлеңдетпей жауап берші маған. Менің тайлағым несімен ұнады? Ай, бұл тайлақ жігіттердің сұлтаны ғой. Әй, тыныш отқан бүркіттің. Мен саған ескерттім. Өз обалың өзіңе енді. Сонымен оң жақ қанатта 99 келіннен жеңілмеген, басынан сөз асырмайтын біздің тайлағымызды үйлендірмей, не қоймай жүрген. Әй, жыныма тиме. Бол. Супер ені. Ал оң жағымызда жеңілетін білмей отырған, жолы болмаған Нұржамал. Біздің үйге келін боп, көресің енді бағыңнан. Қандай тамақ жасайсың, не келеді қолыңнан. Ай, чип. Ау, беделіңді көтерем бақ белеске. Берекемен бұл өмір тәтті емес пе? Жақсылап тамақ жасай алмасам да, айтысып көлік мінгізсем жақсы емес пе? Ай.
оған. Кет та, сен біреу шақырдың ба? Көлігіміз бар келін жан, әдетім бар қуатын, келін керек болып тұр, кір жуып бала туатын. Ай, чип, 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 чип. Ай, келін болсам мегерде, қазанның болмас күйесі, тайлағы жақсы болғанмен бір түрлі екен түйесі. Түйеге теңеп тұрсың бап, айналайын нұр жамал. Енді саған айтарым, жаймен тұр да құр жоғал. Марава. Юрий, баға бермей ма не? Бұл үйдің жюриі мен. Өзім білем қандай баға берсем де. Мен жеңдім. О, что это за волны? Сынок, ты чё? Что делаешь, танцор диско? Әке, бүгін бізде кешке дискотека болады. Ал мен дискотекаға бірінші рет қатысайын деп тұрмын. Ну-ка, ну. Енді қалай билеу керек екенін білмеймін. На дискотеку собрался. Эх, раньше бегал маленький, сопливый, лопоухий. И мы его так не понимали, а? Сейчас вырос, возмужал, весь в меня. Все равно не понимаем. Әке, маған ақша берші. Би студиясына жазылайын. Үйренермін. В школу танцев? Сынок, зачем тебе, когда с тобой рядом лучший хореограф города Петропавловска? Да я когда танцевал, Майкл Джексон стоял в сторонке и нервно курил. Оп, оп. Әке, мына клиптан үйренейік та қалай билеу керек екен. Жақсы билеп жатыр ғой. Сынок, зачем тебе это? Это, как у них там называется, шотошоп, да, шотошоп. Вот. А я тебя научу, как правильно двигаться, пластика. Да если бы не твоя мама, я, может быть, и у Егора Дружинина бы танцевал. А может быть, и у Бори Моисеева. Хотя с Борей Моисеевым опасно. Все, стоп. Сейчас я из тебя сделаю такого танцора, сынок. Балам, дискотекада бірінші мақсат қыздармен таныстыру. Әке, мен дискотекаға қызбен танысу үшін емес қой, билеу үшін барам ғой. Танцевать и потеть ты можешь дома. А здесь необходимо клеить девчонок. Жарайды. 3, қара внимательно. Двигаем бедрами. 1, 2, 3, 4. Затем оглядываешься по сторонам. Это должно быть так. Выбираешь жертву. Выходишь. И заходишь на танцпол. Качая бедрами. И качаешь головой. Әке, бұныңыз күннің астында шуындап тұрған жылқының ісіне ұқсайды екен. Давай не перебивай хореографа. Затем оглядываешься по сторонам, видишь жертву, поднимаешь очки и ей моргаешь. Әке, бұлай істесем ерте емес пе? Менің жасым небәрі 13-те ғой. Какой ерте, какой ерте. В 13 лет в твоем возрасте юноши уже устанавливали отау. Затем вынимаешь спичку, выкидываешь ее, подходишь к жертве, хватаешь ее за ручку, вытягиваешь на танцпол. Обязательно нужно взяться за бедра. Оп. Ага. И здесь начинается танец. И поехали. Әке, дискотекаға осылай киініп барған дұрыс па? Балам, не беспокойся, ты прошел мощный курс. Именно так я выглядел, когда познакомился с твоей мамой. Потом 5 лет за мной ухаживал, представляешь, пришлось жениться. Ну все, последний штрих.
Ну все, балам, ты готов. Иди и порви всех. О, наш танцор диско пришел. Балам, как дискотека. Келинку зацепил? Әке, мен бәрін сіз айтқандай істедім. Бір қызбен билеп, жат көзімді былай құстым. Сосын олар маған, Серікбол, что с тобой деп күліп кетті. Ну, может, ты не тем глазом моргнул, а лучше помедленнее там. Ең қызықтысы, мен ортаға шығып сіз үйреткен биді билеп едім. Ну? Барлығы телефондарына түсіріп алды. Ну, правильно, балам, на видео снимали. Значит, его надо. Ұнады дейсіз бе? Ұнаса менің билеген видеом қалаға прикол ретінде таралып кетпеуші еді ғой. Енді көмектеспей-ақ қойыңызшы. Ой, знаешь что, Серикбол, плохому танцору иди спать вообще. Не ұғытсына? Аттестацияға дайындалып жатырмын. Ой, жейсің, аттестацияға дайындалып отырсың ба? Қазақ тілі дейді. Қазақстан тарихы. Мынау қай сабақтағы да? Биология. Сен, биология. Айтме заң, үйленіп ал ертерек деп. Мей жоқ. Математикадан қалайсың? Жақсы. Көреміз қазір. Көрейік. Математика для гаишников дейді. 60 километр сағатына радар плюс ремен қанша болады? Так, ремен плюс радар 4800 теңге. Дұрыс. Ал егер радар плюс ремен плюс братан келсек та болса ше? Братан келсек па, әлде братан сөйлесіп жіберші ма? Братан келсек та. Онда 7500 теңге плюс дөнер. Дұрыс. Ал егер жаңағы братан сөйлесіп жіберші болса ше? Братан сөйлесіп жіберші, любой нәрсеге қосқанда қосындысы нөлге тең болады. Өте дұрыс Ақбай. Есіңде болсын, ешкіммен сөйлеспе. Мақұл ма? Мақұл. Маған қойшы ал. Так, саған бір жұлдызды сұрақ қоям. Ақбай, бір жұлдызды емес, 3 жұлдызды сұрақтан қойсай. Кішкене қарасай. Так, егер мас плюс құжаты жоқ, плюс аптечкасы жоқ. Так, мас плюс құжат жоқ, плюс аптечкасы жоқ. Тағы бір 100 километр болғанда и встречка болса плюс. Джекпот болады. А так былай 20 күн демалысқа көреді да. Дұрыс. Дұрыс, кітапқа қарап, маған күмән келдірмей-ақ қойсын. Аға лейтенант Қарынбаев, құжаттарың бар ма? Не білдіріп қойдық тағы? Не білдіріп қойдық? Сен ішіп ағасың ба? Братан, мен үйдегілер кадировать етіп сағанына 3 жыл болды, брат, ішпеймін. Аптечкаң бар ма? Аптечка бар. Ой, сен прям тәртіпсің ғой сен? Тәртіптісің ғой сен, а? Енді тәртіпке бағынған ел құл болмайды дейді ғой бүгін. Баке. Фатри, не Баке, oldu? звонап отырмын, телефонды алмайсыз ғой. Ой, телефон алмағаны, сон телефон алайық деп жатырмыз ғой, қазір мына кісіден тиын сындырсақ ломбардтан. Ой, телефон. Yok, как күте тұршы. Сен кесіріңнен телефоннан айырылдым. Ой, телефоныңыз қойыңызшы. Сізді одан да күшті нәрсе күтіп тұр. Осы жерден 20 мен ары қарай. Ау? Аспай ары қарай, не дейсің? В общем, Маке, біздің ресторанда азаннан бері бір кісі ішіп отыр. Қалтасында ақша көп. Содан ары қарай жаяу айт енді. Сол, ерас қайтамын дейді. Машинамен жүрсіз ба десем, иә дейді. Адресін сұрап алдым. Иә, қайта жүр. Осы көшең өтеді. Точно ма? Иә. Не ғой, Маке? Не? Клиент тауып бердім ғой. Бірауын қайтарып бересіз ба? Сосын. Бар жұмысыңа бар. Бak кетпесі жақсы уақыт қазір. О! Ой, саламатсыз ба? Сенде ремен жоқ. Односторонғымен орып келатсың. Радарға тағы бір түстің. Ұстанып қалдым ба? Солай болып тұр ғой. Мен кәдімгідей қуанып тұрмын. То есть өкініп тұрмын. Сізге ескертейін. Ішімдік айдап көлікке отыру деген ол қылмыс. Сенің жалпы штрафың, бас бостандығың, в общем не керек, үйдегілерге мен әзір келе алмаймын деп хабарласқаның абзал ғой сен. Абзал,
абзал емеспін. Мен саған қазір бәрін түсіндірейін. Түсіндірмей қой. Менің досым бар. Біз сол досыммен анда тойлаттық. Сосын мен о жақта... Аға, досыңызға рахмет, сізді маған осы күйінде жіберген. Не деген қайырымдылық мынау? Қайрат. Қазір тоқташы. Қайрат. Беремеймін. Ой, тасташы ананы. Алло. Қайрат. Сөйлеші, Қайрат. Қошы, татшы. Сен оған ренжіме. Сөйлес. Алло. Да. Басеке? Сізбен ба? Саулығыңыз тілеймін. Жақсы, абзал. Жақсы, абзал емеспін, баршы кетші. Қайратқа сәлем. Қошеу, район бәрін перегар қылдыңыз. Да.